Сәтбаев қаласында ер адам үйіне кіріп келе жатқан жас қызға шабуыл жасаған. Бұл кадрлар дәліздегі бейне бақылау камерасына түсіп қалыпты. Түнгі сағат 2-лер шамасында жұмыстан оралған қызды бейтаныс азамат сүйреп әкеткен. Абырой болғанда бойжеткен батылдық танытып өзгелерді көмекке шақырыпты. Оның жан ұшыра айқайлағанын естіген көршілер дер кезінде көмекке жетіп, күдіктінің арам пиғылын жүзеге асыруына жол бермеді. Азамат оқиға орнынан бой тасалағанымен көп ұзамай құқық қорғау органдары оның жеке басын анықтаған. Әйел адамға шабуыл жасау фактісі бойынша Сәтбаев қаласы полиция бөлімімен қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында күдіктіні анықтап ұстады. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Айта кетейік, жергілікті полиция департаментінің мәліметінше күдікті мен жәбірленуші арасында бетпе-бет кездесу өткізіліпті. Тергеу барысында ер адам өз ісін мойындаған. Ол түндегі әрекетін былай деп түсіндірді. Сол күні түнде шамамен ішкеміз. Осы Каспий магазинге өліп барып қалсын, сол қызы болған Каспий магазинге шыққан. Соның кредитке ақша жетпей тұрған қалсын, сондай бір ой пікірмен полицияға кірдік. Полицияға кірген кезде шамамен қылқындырдым, ауыздан шығып. Суға түскен кезде құладық. Сол құлаған кезде, ол айғай салған кезде мен тұрып шығып кеттім.